Сәлем достар, сіздермен Матча Геймер. Бүгін мен сіздерге Dream League 2019-дан әдеттегідей жаңа мод. Осының алдыңғы осы видеода аңыз ойыншылар Dream League-да қазақша жасау әдісі деген видеомда PSG-ны жасаймын деп айтқан болатын, бірақ PSG-ны жүктеп алу мәселелері туындап тұр, мәселе туындап тұр. Осы қазір енді комментарияға жазған Тоттенхэм шығаршы деп жазған екен, Индира Жиенбаева дейді, бір қыздың аккаунтымен жазыпты. Сол Тоттенхэмді соның айтқан сөзін Тоттенхэмді жасап шығаруды жөн көрдім. Сіздер де осылай комментарияға жазып кетіңіздер, келесіде қандай команда шығаратынды, қандай команда шығарғанын қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Мен оны міндетті түрде шығарамын. Оны қалай скачать етесіздер ол файлды? Видеоның мынандай жерінде болады. Бәрін білетін шығарсыздар. Осыны бассаңыздар, осындай сілтеме тұрады. Сол сілтемені бассаңыздар, файл шығады. Сіздер осы көріп отырған видеолардың осындай жерін басыңыздар, мынандай жерін міне. Сол кезде ссылка тұрады. Сол ссылканы басыңыздар. Сонымен файлды жүктеп алу жолдар кетеді. Әрмен қарай барайық. Міне осындай шығады. Нені бассаңыздар. Сосын үстіңгі жағынан мынандай тұрады, осындай стрелка. Қазір кешіңіздер мындайларды өшіп жіберейін. Осындай стрелканы басып жібересіздер. Бұл өте тез жүктеледі, ешқандай 5 минут, 10 минут алмайды. Кем дегенде 1 минут, 2 минутта скачать етіледі. Скачать осындай шығады, скачать на телефонды басасыздар, оның барлықтарыңыз білесіздер. Міне осы файлдан қарайын. Скачать етіліп жатыр, әне. Все, болды, скачать етіліп болды. Қазір сіздерге Dream League-ның көрсетіп жіберейін қандай екенін. Составымды, яғни Тоттенхэмнің составын шығарған кезде көбіңіз сенбейсіздер. Міне Dream League-ның ішіне кірдім. Руни, Ибрахимович, Халк, Инеста, Оскар, Пиоло, Арда Туран, Тевес. Міне достар, Dream League-м осындай менің. Міне составы міне жоқ, Тоттенхэмнің составы. Енді сіздерге көмектесетін нәрсе Зарчайвер. Зарчайвер Dream League-ға жүрген жерде мод жасайтын болсаңыздар, Зарчайвердің көмегі сіздерге өте қатты тиеді, көмектеседі. Общий дохнули егер сіздер осыдан скачать етсеңіздер, Оки мини браузерден скачать етсеңіздер осылай тұрады. Сіздерге түсінікті үшін былай настағаным жөн. Не, осылай кіресіздер. Міне, осылай түсесіздер. Осындай жазылып тұрады. Міне, Оки дохнули деген. Осыны басасыздар, басқан кезде осылай шығып тұрады. Мыналар сіздерде жоқ болады бірақ. app.com.free.games.dalastri OBB видео дегендер сіздерде жоқ болады. Сіздерде тек қана мынандай тұрады міне. Тоттенхэм, Ньюкасл, Егидроид 2018. Осыны басасыз. 2018 екен бұл, бірақ 2019-ға жарай береді. Бұны бір рет басасыздар. Не. Басқан кезде мынау тұр ғой, осыны бір рет басасыздар, басқан кезде распаковать здесь деген тұрады. Осыны басасыздар. Не, осылай шығады, Тоттенхэм, Ньюкасл файл болып шығады, жаңағы не zip файл болып шығады. Осыны бассаңыздар файл деген тұрады. Осыны басып тұрасыздар, басып тұрған кездеріңізде копировать деген тұрады, копировать басасыздар. Мына жерде внутренняя память деп шығып тұрады, экран былайынан ұстасаңыздар, көлденең ұстасаңыздар осылай шығып тұрады, осыны басасыздар. Сосын Android-қа кіресіздер. Android-қа кірген кезде дата деп тұрады, осыған кіресіздер. Сосын астына қарай түсесіздер, com.free.games деп шығады, соны басасыздар. Басқан кездеріңізде мынандай жерде жасыл нүктені бүйтіп бассаңыздар осылай шығады. Применить это действие ко всем файлам дегенді бассаңыздар галочка шығады. Сосын заменитті баса саласыздар. Кішкене аз ғана уақыттарыңыз ұстайды, болды. Бәрінен закрепсем басып, Dream League-ға кірейін. Міне достар, енді ашылып жатыр видео. Элитный дивизионға кіріп кетесіздер автоматты түрде. Егер сіздер бастапқы дивизионда жүрсеңіздер, элитный дивизионға кіріп кетесіздер. Сосын мынандай адам міндетті түрде жасалатын адам сіздер тегін тұрады. Тегін болғанда
сіздердікі взлом болып кетеді, және осындай адамды жасап аласыздар. Сосын міне достар, Сонхин, Менделе, Али, Кристиан Эриксон, Харри Кейн, Ваняма, Эрик Тайер, Виктор Роз, Дани Роз екен. Ондай вертон жүрме қандай? Триппер Триппер әлі де жүр, Атлетико Мадридқа кетіп қалған болатын, әлі жүр, өйткені бұл 2018 ғой. 2018-2019-ға жетістіктер ешқандай айырмашылығы жоқ. Виктор Роз Жакреға жібересіздер, Сисоко ма жоқ, кім ойнайды мынаның крайында? Дэвис осы ойнайды, осын шығара саласыздар. Және бұның бір жақсы бәрі 100 болып тұрады. Сосын элитный дивизионға бірден келесіздер, сосын мынандай ойыншылар сіздерге тегін беріледі. Тегін емес, енді жасалуға шығып тұрады. Достар, видеодан соң лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Келесіде қандай команда шығаратынымды комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Мен оны міндетті түрде шығарамын. Сау болыңыздар.